Қайырлы күн қыздар. Бүгін өте жеңіл түскі асқа дайындалатын жасымық сорпасы, яғни чечевичный супты дайындайтын боламын. Алдымен табамызды отқа қойып, сұйық майымызды құйып алатын боламыз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, қоңырауша белгісін басып, менің каналыма тіркеліп алыңыз. Алдағы уақытта өте оңай рецепттерді сіздерге ұсынатын боламын. Майымыз қызғаннан кейін үстіне пиязымызды, картоп, сәбіз, кішкене қызанағымызды қосып, жақсылап қуырып аламыз. Ішіндегі жуасы қызарғанша жақсылап қуырамыз. Асын араластырып тұруды ұмытпаймыз, өйткені жабысып қалуы мүмкін. Енді осы массаның үстіне 2 стакандай су құйдым. Сіздер үйдегі адам мөлшеріне, адам санына қарай жасасаңыздар болады. Суын кішкене көбейтіп, құрамдарын кішкене көбейтіп жасауыңызға болады. Және де тұз қостым. Қақпағын жауып қайнауға қоямыз. Асты жай отта тұруы қажет. Енді сорпамыз қайнағаннан кейін жасымығымызды саламыз. Әбден жуып алып, содан кейін барып салу керек. 15 минуттай бетін жауып, жақсылап қайнатып аламыз. Жай отта қайнатамыз. Міне 15 минуттай өтті. Сорпамыз кішкене қоюланатын болады. Енді осы массаны блендерде езіп аламын. Блендерге суытып қойыңызға да, немесе ысылай құюыңызға болады. Мен ысылай құйдым. Айналдырып жатырмын. Бізде өте әдемі сорпа шығатын болады. Егер де түсін сарғыштау болатын болсаңыз, онда куркума қосуға болады. Сорпамыз дайын. Үстіне укроп қосып, өз қалауыңызша дастарханға ұсынуға болады. Жасап көріңіздер достар. Сіздермен бірге болған Өнер Жетпісбайқызы.